Шығып кеткен дұрыс болды, шаршадым. Шаршағаннан ішіп жүрсің бе, демей тұралды? Мақсат, мен сенен сұрап тұрмын ғой. Ой, әрі кетсе бір-екі рет шығар ол демедрол ішкен. Бір-екі рет емес, маған врач айтты ғой, сен кәдімгідей көп ішіп денсаулығын құртқансың. Гостиницада ұйықтайсың, жұмыстан шығып кеттің, не болып жүр саған? Айтсам түсінем ғой, сөйлессеңші менімен. Демалып ұйықтайым, шаршап тұрмын. Не? Ұйықтай. Не ұйықтай бересің сен? Не деген бітпейді ұйқы сенікі? Ұрысқым келіп тұрған жоқ, қойшы. Мақсат, просто маған түсіндірші. Осы ұйқыда не табасың сен? Не табасың ұйықтағаннан? Не табасың, айтшы, не табасың? Бақыт! Мен түсінде бақыттымын, ұқтың ба? Өйткені ол жалғасатын төс, ерекше төс. Мақсат, сен қайттан психбольницаға апарайын ба? Нағып какой-то бір болмайтын түсіңді олай етіп атсың? Какой-то болмайтын түс емес. Ол өмір. Екеумізде жоқ өмір, ұқтың ба? Ояқта мен сүйетін адамым бар. Ұқтың ба? Сен сонда сонымен кездесу үшін демедрол ішесің ба? Иә. Менің армандарымды қолдайды. Маған сенеді, әзіліміз жарасады. Мен әзілдей алады екем. Мен түсімде бақыттымын. Оянғым келмейді. Оянасың не болады? Ананы жасам, мынаны сөйт, ананы бейт. Мен сендердің қызметтеріне жарайтын, ақша келіп беретін, мұзы төгетін. Ишак, болды, басқа тым емес. Бұл болмағанда мен ұйықтамас едім. Сенен алмаған витаминдерді мен одан алам, ұқтың ба? Мақсат, сонда не мына мен таңдан кешке дейін балаларды бағып сендердің жағдайларын жасап жүрген ишак емеспін ба? Мен де ишакпын онда. Менде арман жоқ па? Мен қолдау күтпеймін ба? Ишак болғаным аздай. Өзіме де уақыт жоқ. Еще саған витамин берем айткен ғой, иә? Түрім ұнамай, фигурам ұнамай, үстім тамақ сасиды. Мен саған күйеуге шыққанға дейін бұндай болған жоқпын. Мені мына дәрежеге жеткізген мына сен түсіндің ба? Сен несің дұрыс па? Не? Мен не кінәм бар? Мен не істедім? Өзіңе қарасай? Боян, білмеймін, әдемілен. Мен үйге кірген кезде көзі аларған тақтайды емес, бір әдемі қыз көрдім делер. Қашан? Сенің кіріңді жуып жүріп боянам ба? Жоқ балалардың артында жүгіріп ба? Жоқ кухняда жүріп киінем ба? Үйдің тірлігі бітпейді, Мақсат. Сені сөйлескім келіп тұрған жоқ, қойшы. Конечно, сөйлескім келмейді. Конечно. Мен қызық емеспін ғой саған, білесің ба неге? Өйткені сен бөлек дамып кеткенсің. Мына мені кухняға қамадың да, өзің бөлек кеттің. Мен сонда балаларды туады екем, өсіреді екем, бағады екем, я үйде отырады екем. Ал сен болсаң жүресің түсінде кім көрінгенмен құшақтасып, рахаттанып. Мақсат, мына менің жағдайды жасауға сен міндеттісің. Жағдай жетпей жүр ме? Мен таңертеңнен кешке дейін жұмыста жүргенім, буын жасты балдардың сөзін жұтып, солардың дегенін істеп жүргенім, біреу дамытатын сценарий жазып жүргенім, шаршағаным басқасы бәрі. Не үшін деп ойлайсың өзің, ойлашы? Жағдай жасауға кірмей ма бұл? Иә, біз шетелге шығып атпаған шығармыз, бірақ деген не ішем, не жейм, деген сенде не кием деген уайым жоқ қой миыңда. Мақсат, мен сенде шетел сұрадым ба? Анда-санда магазинге әңгіме айтып шығып қайтшы менімен. Маған сол шетел. Мына істеген тамағыма комплимент айтып қой, маған сол курорт. Жұмысқа кетіп барасың, бетімнен сүйіп кетші, мына көзімнен бір ұрып қойшы. Мен сенен басқа бірдеме сұрап тұрмын ба? Ақша емес, просто внимание берші маған. Тупойсың сен.